Құндылыққа қанбай, оқуға жармай, тәрбиесі толмай, діннен бейхабар, ғылымнан алыс боп өскен типтердің қуыс кеуделікке жылдам ұрынатыны белгілі. Кез келген пенде тап қазіргі жағдайына қарай қандай да бір адамдық борышты арқалауға тиіс. Кез келген ситуацияда одан жалтарасың, немесе бетпе-бет келесің. Бетпе-бет келу деген былай. Ата-ананың борышы баласының бойына құндылық егу, ең бастысы әдеп үйрету. Инстаграмдағы жылтырақ һәм жалған әлемнің қызығына жұтылған жеңілтек аналар бұл міндетін мектептің мойнына іліп, балаға даналық үйретудің ауыр азабынан жалтарады. Сол кезде өзі де, баласы да қуыс кеуде болып шыға келеді. Әкенің борышы әділдік үшін күресетін қаһарманның рөлінде тұру, баланы адал еңбекке баулу. Ол да борышынан қашып, сауна, бильярд, футбол, балық аулау, аңға шығу деген сияқты қызықты қуалағанда отбасы қараңғылыққа бата бастайды. Мұғалімнің міндеті сапалы білім беру, оқушыны алалаудан сақ болу, оның білімге деген құштарлығын өлтіріп алмау. Осы міндетіне жеңіл қараған кезде мұғалім де бір қуыс кеудеге айналады. Ғалымның борышы. Қоғамда пайда болған кез келген надан түсінікті ғылымның күшімен талқандап отыру. Қоғамды ағарту міндетін өлгенше бір сәтке де тоқтатпау. Ағартушылық міндетін ұмытып, арзан атақ пен абыройдың соңынан қуатын болса, оның да саудасы бітеді. Ақын жазушының борышы. Қоғамның дертін дөп басып, ел жұрттың қалғып кеткен ар-ұятын шынайы шығармасымен сілкілеп отыру. Ол да бұл міндетін ұмытып, мүшәйраның қызығына жұтылып, жүлденің сомасына ұмтылып, халыққа қарай емес, әкімге қарай талпынғанда қаламынан кие қашады. Діндардың борышы. Ар-ұяттың айнасы болу, иман деп аталатын ең ұлы құндылықты құрғақ уағызбен емес, миға сыймас ерлігімен паш ету. Елді Алланың рахметінен үмітсіз қылмау, мейірім мен махаббатқа негізделген әділетті қоғам құрудың негізгі драйверіне айналу. Осы борышын ұмытқанда кез келген діндардың әзіл оспақ, ойын қалжыңның күлкілі кейіпкерлеріне айналады. Шенеуніктің борышы. Халықтың салығынан құралған мемлекеттік бюджетін ел жұрттың барлық сала бойынша дамып, салауатты өмір сүруіне жұмсау. Ол да борышты тәрк етіп, бюджетке қол сұққанда, ұсталмаған қара бет ұрыға айналады. Бай бағланның борышы. Мал шашуға, мақтан қууға, атпен бірге атақ жарыстырмай, мәдени құндылық өндіретін қас таланттарға материалдық қолдау көрсету. Ғалымның оқуы мен өнерлінің өрге жүзуі дәулетті кісінің байлығына тәуелді. Байлар да борышты ұмытып, далбаса даңғазаға ақша салып, мал шашқанда қуыс кеуде көп ақмақтың біріне айналады. 21 ғасыр өзімен бірге түсініксіз бір проблеманы ала келді. Ол мағынасыз өмір деп аталады. Бақытсыздық, сәтсіздік қайдан келді деп сұрай беру тұйықтан шығармайды. Керісінше, адамдық борыш деген не? Кім оны бізге міндеттеген? Борыш арқалаған адам не істеу керек? Деп сұраған сайын, тұйықтан шығатын жол ашыла береді. Проблеманың бастауы аманатты арқалаудан қашу, адамдық борыштан жалтару. Осыны түсінген шәкәрім кейінгі ұрпаққа жол көрсетіп, жол сілтегенде адамдық борышты тілге бірінші тиек етіпті. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып,
Қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осын ұқ, мәңгілік өлмейсің. Ойшыл Канттың да пікірі осындай. Егер адамның пешенесіне жазылған бір нәрсе бар болса, ол адамдық борыш. Яғни, мұқтаж жанның қасынан әмәнда табыла кетуге дайын тұратын қырымыз дейді. Құрметті оқырман, сіз де 21 ғасырдың мағынасыз тіршілігінен мезі болып, сіздің де көңіліңізді бір бостық жайлаған болса, қаңғыра берудің қажеті жоқ. Адамдық борышты арқалап, халықты ағартумен айналысқан ата-бабамыздың сара жолы алдыңызда сайрап жатыр. Іштегі үрей мен қорқынышты жеңіп, қоғамға пайдалы болатын қырыңызды іске қосыңыз. Ешбір ғасырда өзін ақтамаған баянсыз қызықтың бәрінен бас тартыңыз. Ең болмағанда жаныңызда отырған жас ұрпақтың көкірегіне рухани құндылықтың бір дәнегін болсын егіңіз. Түптің түбінде кеудесі хикметтен зейнеттелген өнегелі ұрпақ өзінің де, сіздің де өміріңізге мән дарытып, мағыналы ғұмыр сыйлайды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін Рабиндранат Тагордың мына сөзімен аяқтаймыз. Мен ұйықтап жатқам, түсімде өмірді көрдім. Өмір бақыт пен шаттық екен. Сәлден соң оянып кеттім. Қарасам, өмір деген адамдық борыш болып шықты. Тұрдым да іске кірістім. Нәтижесінде адамдық борышым шаттық пен бақытқа айналды.